Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз қазақ қоғамындағы ру-тайпалық құрылымның қалыптасуы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тарихи кезеңдерді талдау негізінде қазақтың ру-тайпалық ұйымдасу түрінің қалыптасу алғышарттарын талдау. 15 ғасырдың ортасына қарай қалыптасқан қазақ этносы өзара байланысты көптеген ру-тайпадан құралды. Қазақ ру-тайпалары шежіре арқылы біріктірілген. Шежіре қазақ этносының ұжымдық тарихи жады болып табылады. Әрбір қазақ тайпасы мен руының өз шежірелері бар. Олар бірігіп қазақтың ру-тайпалық жүйесін бір тұтас етіп байланыстыратын ортақ шежірені құрайды. Көшпелілер әлемінде әрбір адам міндетті түрде өз руына, ал ру арқылы тайпаға тиісті болды. Ол ру-тайпалық жүйеден тыс әлеуметтік тұлға ретінде өмір сүре алмады. Тайпалар мен тайпалар одағының шығу тегі мифтік, ал шежіресі аңыздық сипат алды. Жеті атаны білу туыс адамдардың үйленуіне салынған тыйымды, яғни экзогамияны сақтау үшін қажет болды. Әрбір қазақ белгілі бір рудың мүшесі болды. Рудың көшіп қону аймағы ата-бабалар жері ретінде қабылданды. Бірнеше ру тайпаға, олар тайпалар бірлестіктеріне, яғни жүздерге бірікті. Тайпалар бірлестіктерін кейіннен жеке хандар басқарды. 300-дің әрқайсында жайылымдар мен көшіп қону жолдары бекітіліп берілген. Мысалы, Ұлы жүзге келетін болсақ, Ұлы жүз қазақтары Жетісу мен одан батысқа қарайғы жерлерді иеленді. Олардың көшіп қонуы солтүстігінде Балқашқа дейін, оңтүстігінде солтүстік Тянь-Шань қыраттарына дейін, шығысында Жоңғар Алатауы мен Тарбағатайға дейін жетіп, Іле өзені мен оның салалары алқабында орналасты. Орта жүз қазақтары солтүстік, орталық және шығыс Қазақстан аумағын иеленді. Ал кіші жүзге келетін болсақ, кіші жүз қазақтары 3 ірі ру-тайпалық бірлестікке, яғни Әлімұлы, Жеті ру, Байұлына біріккен. Олар бүкіл батыс Қазақстан аумағын иеленді. Қазақтардың ру-тайпалық жүйесі маңызды рөл атқарды. Өйткені ол қазақтардың этнос ретінде ұйымдасу мен бірлесе өмір сүру тәртібін реттеді. Осылайша даладағы тәртіп пен қазақ мемлекеттілігінің өмір сүруіне мүмкіндік жасады. Қазақтардың саяси ұйымы 300-ге біріккен ру мен тайпалар иерархиясы түрінде құрылды. Ұлы, орта және кіші жүздер ортақ шежірелік дәстүрмен қазақ елі болып бірікті.